қадірлі халайық, құрметті алматылықтар, мынау әлемді тітіреткен коронавирус індеті біздің халқымызға да қырғидай тиіп, шетінен баудай түсіріп жатыр. Күнде еститінің қаралы хабар, азалы сөздер. Мына халқымыздың небір атпал, абзал азаматтары, қайраткер тұлғалары, дарынды, талантты адамдары беймезгіл дүниеден өтіп жатыр. Мынау қаралы шаңырақтар, азалы отбасылар күннен күнге көбейіп барады. Сондықтан біз мынау сақтық шараларын қайтадан күшейтуіміз керек. Біз енді бұлай қарап отыра беріп, шығынша қырыла беруге болмайды. Медицинаны мемлекет қолына алып, бәрінде тәртіпке келтіріп жатқан кезде дәрі-дәрмекті, мынау гуманитарлық көмектерді, сосын кейін мынау жедел жәрдемді, ауруханаларды жөндеп жатқан кезде біз де өзіміз сақтық шараларын сақтап, медициналық нормаларды сақтап, індетті жеңуге бір кісідей жұмылып атсалысайық. Мынау баяғыда шақырған жерде қалма деуші еді. Қазіргі кезде шақырған жерге барма дейтұғын мәтел пайда болды. Сонда да қоймастан біздің арамызда, ауылдарымызда, қалаларымызда тығылып той жасау, тығылып сүндет той, басқада қыз ұзату, келін түсіру, туған күн деген дүниелерді тіпті бір түнгі клубтарға жиналып алып, болмаса тауға барып тығылып той томалақ өткізу әдеті әлі де тиылмай тұр. Соның бәрін пышақ кесті тоқтату керек. Әйтпесе біз бұл осындай тәртіпсіздік әрекеттерімізбен, нормаларды сақтамау әрекеттерімізбен мынау коронавирус сияқты дұшпанға көмектескен болып шығамыз. Сондықтан мынау жерде қазақтың тойға бармаса ұят, той жасамаса ұят, қонақ шақырмаса ұят, қонаққа бармаса ұят дейтін әдеттерін қазір қазақтың ұяты кінәлі осы індетке деген оймен жазып таратып жатқандар бар. Меніңше бұл дұрыс емес. Қазақтың ұятына тиіспеу керек. Қазақтың ар ұяты әрқашанда биікте. Бұның біз себебін іздейтін болсақ, ұяттан емес, ұятсыздықтан, тәртіптен емес, тәртіпсіздіктен іздеуіміз керек. Сондықтан қашанда сақтық шараларын мынау абайлау, медициналық нормаларды қолданып, араласуға да, барлығына да абай болайық. Үмітпен өмір сүрейік, сеніммен күн кешейік, аман сау жүздесейік деп айтқым келеді.